Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мясной пирог жасайтын боламыз. Бізге керегі алдымен 300 грамм сүт, ерітілген 100 грамм май, менде үйде қолдың майы және 2 жұмыртқа, разрыхитель қосамыз және елегіштен ұнды өткізіп жақсылап тұрып қамыр илейміз. Сүттің орнына негізі 300 грамм қаймақ қосуға болады, немесе 300 грамм айран қосуға болады. Менде қазір айранды балалар ішіп қойғандықтан сүт қосып жатырмын. Жақсылап осындай тесто жасаймыз. Негізі сүтпен де, айранмен де, қаймақпен де жасауға болады. Қаймақпен жасаған тесто жұмсақ болады, айранмен жасағанда жұмсақ болады, сүт қосқанда кішкене слоеный тесто сияқты қытырлақтау болады. Бізде балалар солай қытырлақ қылып жеген жақсы көреді. Сондықтан менде қазір қолда бар сүт болғандықтан сүтпен илеп жатырмын. Және де жарты шай қасық, бір қасық разрыхитель қосамыз ұнымызға байланысты. Жақсылап осындай тесто дайындаймыз. Негізі мясной пирогтың салмасына фарш жасауға болады, куриный филеден жасауға болады. Ол барлық ішіне салатын салмасын пісіріп алып алдын ала да салуға болады, немесе шикідей де салуға болады. Мен шикідей фаршқа жуаны блендердан өткізіп, картопты төрпішті қылып турап, сөйтіп шикідей саламын. 60 минутта, 65 минутта 180 градуста бәлішіміз дәмді болып пісіп шығады. Өте сочный, балалар ыстық күйінде жегенді жақсы көреді. Сондықтан пиццадан гөрі көбіне пайдалы етімізден осындай бәліштер жасаймын. Ас болсын, барлығыңызда осы рецептпен жасап көріңіздер, және де комментарий, лайк күтемін сіздерден. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де жуаны осылай блендерден өткізіп аламын. Блендерден өткен өте білінбейді, балаларға жеуге жақсы. Қолмен турағанда ішінде жуасы бар деп теріп отырады. Сондықтан осылай блендермен өткізулеріңізге болады, кішкентай баласы барлар. Және де көз мөлшерімен тұз қосамын, бұрыш қосамын, дәміне қарай басқа да приправалар қосуға болады. Бірақ мен осылай табиғи өзінің дәмімен тек қана тұз, бұрыш қосамын. Қамырымызды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. 2 мясной пирог шығатын қамыр шықты, қолға жабыспайды қамырымыз, өте жұмсақ, эластичный. Қамырымызды жайып, дайындап аламыз. Және де пергамент қағаздың орнына менде осындай многоразовый қағаз. Осындай қағазымызды төсеп, үстіне жақсылап тестамызды қойып, үстіне салмасын саламыз. Және де дайын болған пирогымыздың жан-жағын өріп шығамыз. Осылай қалауыңызша өріп шығасыз. Өріп болғасын қолымызбен басып кішкене жайып жүреміз. Пышақтың ұшымен ортасын тесіп, және де бір жұмыртқаның сарысына сүт қосып араластырып, пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Үйде қалауымызша қандай кунжут, тмин бар ма, қара кунжут бар ма, ақ кунжут бар ма, үйде қандай кунжут бар, соны себеміз дәміне қарай. Маған тмин қосқан ұнайды, бірақ балаларға ұнамайды, сондықтан мен тек қана кунжут қосамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа достар. Қолдауларыңызды күтемін. Міне бізде осындай керемет мясной пирогымыз дайын болды. Цветі деген енді күшті, жұмсақ, тіліп қарасаңыз енді сочный, мощный осындай мясной пирог. Балаларыңызға дайындап беріңіздер. Үйдегілерге де дайындап беріңіздер. Осындай әдемі мясной пирог болады. Ас болсын, ал сіздерде мен қолдау күтем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.